Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Анам, мен, сіңілім үшеуміз кішкентайымыздан көп қиындық көрдік. Сіңілім екеуміздің көретініміз зорлық, зомбылық, анам мен әкемнің ұрысы, анамның қиналып жылағаны. Бізге бұның бәрі оңайға соққан жоқ. Түсінікті болу үшін дұрыстап басынан айтайын. Менің анам 16 жасында бір бизнесменге, қазіргі әкем, тоқал болып тұрмысқа шығады. Анама бөлек үй жалдап беріп, әкем екі жақта жүреді. Әкемнің бірінші әйелінен де ұл қыздары бар. Әйелі тоқалы барын білмейтін көрінеді. Кейін сіңілім туылған соң ғана біз жайлы шындықты әкем оған өз аузымен айтып беріпті. Одан кейін барлығы өзгерді. Сіңілім екеуміздің арамыз 1,5 жас. Екеуміз еш нәрсені білмейміз, тым кішкентаймыз. Әкем әйеліне айтқан соң, ол үлкен жанжал шығарады. Сонында әкеме шарт қояды, не мен, не ол деп. Естуімше әкемнің бүкіл байлығы да, даңқы да, бөрге домалап жатқан бизнесі де сол әйелдің жеке меншігінде. Байлыққа құмартқан әкем сол сөзден соң бізді емес, сол әйелді таңдап кетті. Оған өкпем жоқ, бұрыннан отасқан жары, бірақ анама әлі күнге дейін ренішім бар. Неге тоқал болып дейдің? Сонында осындай бірдеме болары сөзсіз ғой деп. Өз әйелін таңдаған соң, әкем бізге мүлде жоламады. Баяғыдай қаржымен, азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз ететін ер жоқ. Сол себепті анам қатты қиналып қалды. Кейін нағашы әжем ұлы мен келініне қара шаңырақты беріп, біздің жанымызға келді. Әжемнің зейнетақысымен еш жинағандай болдық. Әжем сіңілім екеумізге қарап, анам біраз уақыт жұмыс істеді. Біздің мектепке баратын уақытымыз да жақындады. Анам байғұс біз үшін талмай еңбек етті. Күндіз-түні жұмыста болды. Біздің оқу құралымыз бен формамызды әперді. Қатарынан қалмасын деп барынша тырысты. Анам жұмыста, ал әжем үйде шағын егін егетін. Біз оған көмек қылып, жанында тасы дегенін тасып, әкел дегенін әкеліп жүрдік. Шынына келгенде, сіңілім екеуміз ортадан бөлекпіз. Жан-жақтағы адамдар бізді келемеждеп күлетін. Әкесі тастап кеткен, біреуге тоқал болып тигеннің ақыры осындай болады. Жас жігіт құрып қалғандай, 30-дағы еркекке тоқал болып мәз тапты ма дегендей сөздерді жиі еститін едік. Тіпті бізбен ешкім ойнамайтын. Бізге бөтен қаламшардан келгендей тесіле қарап, артынша өсектеп кететін. Үлкені де, кішісі де, тіпті мал құрлы көрмеді. Нағашы әжеме де бұл оңайға соққан жоқ. Қызын ерекшеленіп ұзатып, аялы алақанға беремін деп бой жеткізген. Сонында бұлай боларын кім білсін? Анамнан туған ағасы да бас тартқан. Әжем байғұс ұрысып, қанша айтса да, нағашы ағам анаммен сөйлеспей қойды. Ортада қатты қиналып жүрген нағашы әжем. Ол кісіге Құдай қуат берсін. Бір күндері әжеме ағам хабарласып, үйге келуін өтінеді. Айтуынша, жеңгем кесір тілігімен босаныпты. Балаларға, жеңгеме қарайтын адам керек екен. Ал өзі жұмыста. Әжемнің амалы жоқ. Біз оны қанша қимасақ та жібердік. Анам болса жылап қала берді. Әжем әрине оларға бала қарау, тірлік істеу үшін керек. Әжем кеткен соң үй қаңырап, бос қалғандай. Оны қазірден сағына бастадым. Анам амал жоқ, бізді жалғыз тастап жұмысқа кетті. Ақша табу керек, ішерге ас, киерге киім табу керек. Әкемнен алимент те өндіре алмайды. Тоқал болып тиген аты болмаса, әйелімен ажыраспаған. ЗАГСте жоқ. Мүмкін Алла тағаланың сынағы болар. Бірақ мұнша сынаққа ілінердей өткен өмірімізде жамандық жасап қойдық па деп қынжылатын кездер де болды. Не де болса, бәрін уақыт емдер. Әжемнің егіп кеткен егістігінен қызанақ, қияр алып, картоп сәбіздермен анамыз келерде жақсылап тамақ жасап қоятынбыз. Анам мәз болып, қыздарым өсіп қалыпты ғой, ақылдыларым деп мақтап отыратын. Иә, үйде жалғыз болған соң
барлығына да үйреністік. Тірлікке де, тамаққа да пысық болдық. Әжемнің үйретіп кеткен мәзірлерін кезек-кезек жасап жүрдік. Мен момын әрі тым ашық едім. Барлығымен тез тіл табысып кететінмін. Бірақ кейбір қырсық мінездерім бар. Ал сіңілім болса, тірлікке менен бетер пысық, өте кірпияз әрі қыңыр болды. Екеуміз мүлде бөлек адам болдық. Түріміз ұқсағанымен, жанымыз бөлек адамбыз. Арада 6 айдай уақыт өтті. Барлығы жақсы болып келеді. Анам біраз ақша жинап, бұл жерден жақын арада көшіп, жаңа өмір бастаймыз деді. Сіңілім екеуміз бұл жаңалыққа қатты қуандық. Басқа жерге барып, жаңа ортада, жаңа адамдармен танысып, жаңа өмір сүреміз. Бұл біз үшін үлкен бақыт болды. Алайда, бір күндері арманымыздың күл-талқаны шығарын кім білген. Анам түнгі ауысымға түсіп, үйде сіңілім екеуміз қалдық. Күндегідей өзімізге азын аулақ, кешкі ас жасап, тамақтанып алдық та ұйқыға жаттық. Түн ортасында есікті біреу қақты. Алдымен анам келген шығар деп атып тұрып, есікке ұмтылдық. Бірақ есіктің арғы бетіндегі ашыңдар деген ер адамның даусын естіп, қорқып кеттік. Бір-бірімізге қарап, жалтақтап тұрмыз. Әлгі адам есікті ұруын тоқтатар емес. Жарықтың жағулы тұрғанын көріп, терезеден де тоқылдата бастады. Сіңілім жарықты өшіріп қойды. Тынышталғандай болды. Сіңілім екеуміз есіктің аузында отырмыз. Қалғып кетіп, айқай-шудан шошып ояндым. Сіңілім ұйықтап жатыр екен. Таң атып, күн шыққалы жатыр. Анамның келетін уақыты болған. Бірақ сыртта біреулер айқайға басып жатыр. Терезеден жәймендеп қарағанымда, анам біреумен ұрысып тұр екен. Одан соң терезеге келіп, «Қызым, есікті аша қойшы» деді. Қорыққаннан денем дірілдеп, есікті әрең аштым. Сіңілім оянып кетіп, «Неге ашасың?» дегені сол еді. Анам артынша әлгі кісі кіріп келді. Сөйтсек, ол кісі біздің туған әкеміз екен. Міне, осы күннен бастап біздің үйде тыныштық жоқ. Сіңілім екеуміздің есімізде әкеміздің бет бейнесі мүлдем қалмаған. Сондықтан оны әзер таныдық. Жанымызда бір аптада бір күн ғана жүрген адам қалай есімізде қалсын? Оны қуып шыққым келді, бірақ түріне қарап аяп кеттім. Ол өлердей мас болды. Ол ұйықтап жатқанда анам бізге болған жағдайдың барлығын айтып берді. Бұл ісі үшін анама да, әкеме де өкпелімін. Себебі олар өздерін ғана ойлады. Енді әкемнің не себепті қайтып келгенін сұраған едік. Ол тағы да басқа әйелдермен жүріп, әйелі оны дымын қалдырмай қуып шығыпты. Солай бизнесмен әкеміз бейшараға айналады. Әкем оянып, тамақ сұрады. Амал жоқ, тамағын істеп бердік. Киімдерін де жуып бердік. Кешкісін анаммен ұрысып, сыртқа шығып кетті. Анам жылап отыр. Жанына барсақ, бізге де ештеңе айтар емес. Ертесіне таң ата үйге келді. Енді ішпейтін шығар деп ойлаған әкеміз анамның ақшасын тартып алып кетті. Соның барлығына ішіп, енді удай мас болып, тағы да жатыр. Анамның неше күннен бері көңіл күйі жоқ. Бізге де бірдеңе істеп қояр деп жұмысқа да бармады. Біздің де оқуға бармағанымызға неше күн болды. Қаншама күндер өтті. Бірде-бір күніміз тыныш өтпеді. Ұйқысыз, тамақсыз біз неше күн жүрміз. Әкемнің мүлдем бізде жұмысы жоқ. Келеді де анама тиісіп, ұрып, тепкілеп жатады. Одан біз қорқып, бір бұрышта қорқып тығылып отырамыз. Әкемді тоқтатуға шамамыз жетпейді. Себебі ол денелі еді. Анамның жинап жүрген ақшасының бәрін араққа жұмсаған әкемнің дымы қалмады. Ақыр соңында үйде тұрмайтын болды. Анам болса, күніге көз жасын көл қылып жылап отырды. Сіңілім екеуміз не істерімізді білмедік. Осылай жүргенімізде уақыттың қалай өтіп жатқанын да байқамаппыз. Оқу жайына қалды. Анам жынды болуға айналды. Әкеміз үйдің бетін көрмегелі қай заман. Анам бір күні үйден шығып кетті. Кеш болып қалған. Сіңілім екеуміз оны уайымдап отырмыз. Кешкі 10, 11, 12,
Біраз уақыт өтті. Көз іле алмадық. Ақыры анам келмеді. Үйде тамақ та жоқ. Көшеге шығуға қорқамыз. Не істеу керектігін білмеймін. Алдыда не боларын Құдай білсін. Аштан осылай өліп кетер ме екенбіз? Таң атып қалды. Есік ашылды. Шығуға қорқып тұрмын. Сіңілім ұйықтап жатыр. Жайлап есік жаққа бардым. Әкем болса айқайлап кіруші еді. Сығалап қарасам, ілініп салынып, анам кіріп келе жатыр. Түрден түр жоқ. Тура бір түнімен жер жыртып келген сияқты. Анамның мұндай түрін көрмеген мен шошып кеттім. Үстіндегі киімі алба-жұлба болып кеткен. Бардым да сіңілімнің қасына жата қалдым. Басқа шарам жоқ. Анамның түрін көрмек түгілі қасына бару қорқынышты. Келіп, көрпені бүркеніп жатырмын. Анамның жайлап жанымызға келе жатқаны байқалды. Денем дірілдеп кетті. Өмірімде бірінші рет анамнан қорқып жатырмын. Жанымызға келді де құшақтап алды. Жандарым менің, деді күрмеленген тілдерімен. Аузынан арақтың иісі қатты шықты. Енді түсінікті болды. Соншама іше берудің не қажеті бар осы? Арақ осы неге адамдарды тартады екен? Не құдіреті бар өзінің? Көп ойландым. Бір жағы мына арақтың иісі жиркендіріп барады. Алайда өз анам ғой, біраз шыдайын. Солай мен де анам да ұйықтап қалыппыз. Таң атты. Сіңілім оянып, анам келіпті ғой. Тыныштал деп, оны басып ұйықтай берсін дедім. Анамның жүдеп 3-4 сағаттың ішінде әбіржіп кеткенін сіңілім де байқап отырып, көзінен жас шығып кетті. Оған қосылып, мен де жыладым. Анам болса түк білместен ұйықтап жатыр. Анам бұл жүрісі ұзаққа созылды. Әкемнің ішуі бұлай тұрсын. Енді анамызды да таппай қалып жүрдік. Жан-жақтағы адамдар бізге жанашырлықпен қарайтын болды. Маған бұл көзқарас ұнамады. Себебі бізді тірі жетім дейтіндер көбейді. Кейбіреулер тіпті әкесі қарамаған, шешесі жаламаған деп келемеждеп кететін болды. Мұндай сұмдықты іште сақтап әрең жүрмін. Тіпті Құдайға налитын да болдым. Бұл жайсыз жаңалық нағашы әжемнің құлағына жетіпті. Түніліп үлгермедік те, әжем кешкісін үйге жетті. Біздің жайымызды көріп жылап жіберді. Тезірек айналаны реттеп, дүкеннен азық-түлік әкеліп, жақсылап тамақ жасап берді. Әжемнің келгеніне сіңілім екеуміз қатты қуандық. Тамақтанып алып, көңіліміз жайланып, кешкісін әжеміздің ертегісін тыңдап, қорқынышсыз, уайымсыз ұйықтадық. Анамның жоқ болғанына 2 аптадан асты. Әжем біздің жанымызда. Әжемнің айтуы бойынша келіні мен баласы оның зейнетақысы үшін ғана және балаларын қарау үшін тұрғызып жүр екен. Бір айдағы зейнетақысын бермей қойған екен. Келіні айқай шығарып, ол жақта да біраз жанжал болыпты. Барлығы тынышталды ма дегенде, ұзын құлақтар қызын алқаш дегенді жеткізеді. Одан балама да, келініме де қарамай, сендерге жеттім. Әлі кішкентайсыңдар ғой, жағдайларын не болып жатыр екен деп уайымдап келдім. Мен ойлағаннан да бетер екен. Сендерді көріп, шошып кеттім, деді әжем қынжылып. Әжем күнде есіктің алдында отырып, көшеге шығып, анамды күтіп жүр. Біз де оны уайымдап жүрміз, сағынып та жүрміз. Бізге керек кезінде әжем қасымызда болды. Құдай біздің қиналғанымызды көріп шыдамаған да болар. Әжемді бізге көмекке жіберді. Кеш болып қалды. Әжем үшеуміз кешкі асымызды ішіп, біраз әңгімелестік те ұйықтауға жаттық. Түнде тағы да есік тықырлады. Сіңілім ұйықтап қалған. Әжем екеуміз дереу тұрдық. Есікке қарай барып едік, келген анам екен. Анам әжемді көрген бетте құшақтап, еңкілдеп жылай бастады. Біраздан соң анам есін жинап, әжем екеуі отырып сөйлесті. Біраз сөйлесті. Алдында болған жағдайларды әжеме айтып берді. Сонан соң соңында тағы да бір жаңалық айтты. Анам алқаш әкемнен тағы да көтеріп қойыпты. Соны білген соң не істерін білмей қаңғырып кетіпті. Анамның жылап тұрып айтқан сөзі: «Анашым, білесің бе, мен бұл баланы түсіп қалсын деп неше түрлі нәрсе жасадым.
неге түсіп қалмайды? Әжем анамды тыныштандырып, бұл саған берген тағы бір мүмкіндік. Алланың бергенінен бас тартуға болмайды. Әр бала өз несібесімен. Не де болса, бұны босанасың. Мен сендердің жандарында боламын деді. Әжем айтқандай, үнемі жанымыздан табылып, анам босанғанда да жанында болды. Біздің енді кіп-кішкентай ініміз бар. Әжемнің зейнетақысымен, жалғыз басты ана ретінде жөргек пұлымен ай сайынғы алынатын ақшасына туралап, еңсеміз көтеріліп қалғандай болды. Түфәй, ініміз ауырмай сырқамай өсіп келеді. Сіңілім екеуміз де мектепке қалмай барып, барынша сабаққа ден қоюға тырыстық. Көп ұзамай хабар келді. Әкеміз бұрынғы әйеліне қайта қосылыпты. Оны естіген анамның сәл көңіл күйі түскендей болды. Бірақ бізге білдірткен жоқ. Олай болса, алимент өндірудің уақыты келді деді анам. Інімізді әжеме тастап, сол кезден бастап бәріміздің болашағымыз үшін анам сотқа жүгіріп, әкемнің артынан іс қозғауды өтінді. 4 айдай уақыт өтті. Қандай жағдай болмасын, анам соттан жеңіп шықты. Сот анамды ақтап шықты. Бірақ әкем балалар менікі емес деп қайта шу шығарды. Сот ДНК сараптамасын жасауды ұсынды. Бұл орайда анам өзіне сенімді. Ал әкем сасқалақтап қалды. Анама қарсы тұруға қанша ақшасы болса да күші жетпеді. Анам тым сенімді еді. Себебі оны қолдап тұрған анасы мен балалары бар. Сот тым ұзаққа созылды. 8 ай уақыт өтті. Әкем ЗАГСтың жоқтығын, анамның ішіп кеткенін сылтауратты. Алайда оған сынар анам жоқ. Қайта анам одан бетер жоғарылап, ашуы үдей түсті. Солай әкем баяғы сөзіне мақұлдана беретін сүйіктісі жоқ екенін түсінді. ДНК сараптамасы біздің бәріміздің әкемнің қанынан екенімізді ақтап шықты. Біз оған қуандық. Содан сотқа қарсы тұруға әкемнің қауқары жетпей, ақыры ай сайын алимент төлеу мойнына жазылды. Әрине, басынан осылай болу керек еді. Сіңілім екеуміз де 9 сыныптан соң колледж оқуды жөн көрдік. Анам мен әжем де сөзімізді мақұлдап, алиментті сол үшін жинадық. Уақыты келгенде алдымен мен грантқа ақшамен түсіп, стипендия алып жүрдім. 1 жылдан соң сіңілімді қасыма келіп, оны да түсірдім. Үлгеріміміз 4 пен 5. Барынша стипендиядан құламауға тырыстық. Жатақханаға орналасып, солай өз бетімізше күн көре бастадық. Алайда арада біраз күндер өткен, соңғы жағдай көңілімізді түсірді. Анам өзінен 10 жас кіші жігітпен көңіл қосыпты. Тіпті одан бала да көтерген. Бізді анам үйге шақырып, онымен таныстырды. Басында қобалжыдым. Алайда кейіннен оның сөйлеп, қалжыңдасып жатқанын көріп, оған қарай тартыла бастадық. Ол жігіт анамды таңдаған соң өз туыстарынан түбегейлі бас тартыпты. Ешқандай туыстарымен араласпайды. Біз туралы көп білмейтін адамдарға оны нағашы ағамыз деп таныстыруға тура келді. Өйткені өмірден көп қиындық көріп жүдеген анам оның жанында әпкесіндей болып тұр. Ал ол жігіт өте жас. Олар тіпті некелерінде қидырып ЗАГС алған. Ал біз ол туралы енді естіп тұрмыз. Көп ұзамай анам екінші ұлын дүниеге алып келді. Тұратын жері жоқ болған соң, анам мен ол жігіт, әжем, барлығы бір үйде тұрып жатыр. Сіңілім екеуміз өз тенімізді тауып, тұрмысқа шықтық. Мен алдымен кеттім. Сіңілім 1,5 жылдан соң біраз жұмыс істеп барып, тұрмыс құрды. Екеумізді де келісіммен алып қашты. Себебі ұзатуға үйде жағдай жоқ. Мен алыс жаққа кеттім. Ал сіңілім ауылға жақын манда тұрады. Менің 2 ұлым, ал сіңілімнің 1 қыз, 1 ұлы бар. Анама тек қана бақыт тілеймін. Енді жыламаса, біз де бақыттымыз. Ал әжем біздің қуанышымызға жасай берсе деймін. Ол да аз қиналмады. Біз үшін алып-ұшып, уайымдап жүрді. Иә, өмір бізді қатты сынады. Шүкір, қазір бақыттымын. Күйеуім өте керемет адам. Барлық жағдайымды жасап отыр. Кейде анама да көмектесіп тұрамыз.
оған тек бір өтінішпен тұрмысқа шықтым. Маған өткенімді есіме салмаса болды.